Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мінекей достар, ең алғашқы сүтті кеп қалды үйге. Бұл сүт нағыз уыз жасалатын сүт. Сиырдың бұзаулағаннан кейінгі ең алғашқы сүті. Мінекей бәрін жақсылап сүзіп алдым. Осының бәрі Алла бұйыртса уыз болып шығады. Іске сәт болсын, енді бастайын. Енді маған бұл жерде қажетті заттар: асқа жарамды баклажка, воронка және уыздың дәмін келтіретін дәмдеуіштер. Ең алдымен уыздың сүтін жақсылап араластырып аламын. Майымен бірге араласып, біркелкі сүт болып тұру керек. Енді тым толтырмай, баклажканың аузынан 2 сантиметрдегі орын қалдырып, уыздың сүтін құйып шығамын. Енді әр баклажканың ішіне әртүрлі дәмдеуіштер салып шығамын. Бірінші баклажкаға 1 ас қасық итальян шөптері қосылған теңіз тұзын саламын. Баклажканы сүтпен толтырып, аузын мықтап бекітіп жауып тастаймын. Ішіндегі тұзы ерігенше шамалы араластырамын. Екінші баклажкаға 1 ас қасық тұз және 1 шай қасық қара бұрыш қосамын. Оны да сүтпен толтырып, кейін аузын мықтап жауып тастаймын. Үшінші баклажкаға 1 ас қасық тұз саламын. Бұны да ішіндегі тұзы әбден ерігенше жақсылап араластырамын. Енді кеңірек ыдыстың түбін орамалмен жауып, ішіне жаңағы құйылған баклажкаларды жатқызып салып шығамын. Баклажкалар әбден батқанша үстіне жылы су құямын. Бетін жауып, орташа отта жарты сағат қайнатып аламын. Міне достар, уыз дайын болып қалды. Енді мен сіздерге бұны кесіп көрсетейін. Ал енді уыз ыстық суда қайнағандықтан, көріп тұрғандарыңыздай баклажканың пішіні шамалы өзгерді. Бірақ ол ішіндегі уыздың ұзақ сақталуына ешқандай кері әсерін тигізбейді. Бұл уыз пісірудің ең қолайлы әдісі, себебі баклажканың ішіне ауа бармай, сондықтан уыздың ұзақ сақталуына көмегін тигізеді. Мінекей. Осы әдіспен баклажканың ішіндегі уызды 2 айға дейін сақтауға болады. Мына жерде міне басын кесіп, дәмін татып көрдік. Өте дәмді уыз болып шықты. Ал енді мен сіздерге турап көрсетейін.
Міне осылай домаланып баклажканың ішінен шыға қояды. Қараңыздаршы, қандай керемет тағам. Ал енді бұны талғамыңызға қарай түрлендіріп пайдалана беруге болады. Мысалы, мен кептірілген қызанақ қосып қойдым. Сөйтіп, кез келген дастарханның сәнін келтіріп, үйге келген қонағыңыздың көңілінен шығасыз. Мінекей достар, қандай керемет әдемі, өте дәмді тағам болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Ал енді мен сіздермен қоштасамын. Видеоны басынан аяғына дейін қарап шыққандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Достар, осы жерде тағы да қайталап айтып өтейін. Сіздердің белсенділіктеріңіз менің каналымның өсіп өркендеуіне ауадай қажет. Сондықтан осы видео ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді келесі видеода уыз қосылған бешбармақ дайындаймын. Сондықтан өткізіп алмаңыздар.